Бүгін пельмен тиеуді үйренеміз. Ол үшін бізге жұмыртқа, су, тұз салып, ұнымызды салып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Салмасына бізге пиязымызды, фаршымызды, тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Қамырымызды ұн мен оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өзім тексерген рецепттерді салып тұратын боламын. Видеодағыдай көрсетілгендей жұқа қамырымызға ұнымызды сеуіп, бір аунатып, орап, қайтадан ашып, гармошка етіп қамырымызды түсіріп, оқтаудан пышақпен кесіп шығатын боламыз. Бұл пельменді морозильникте сақтап қойсаңыздар да болады, бірден жасап істесеңіздер де болады. Дәл осылай видеодағыдай етіп, кескен гармошка қылып кескен қамырларымызды алып, ашып, бір-бірінің үстіне қойып, примерно 3-4 қамырды қойып, пельменнің формасына 4-4 етіп кесетін боламыз. Кесіп дайындап аламыз. Жаңағы дайын фаршымызды алып, қамырымызды алып, ішіне фаршымызды салып, бір бүктеп, жан-жағын қатты басып, жабыстырып, осылай пельмен түйетін боламыз. Бұл өте оңай, барлық адамға ұнайтын, ауызашарға өте жеңіл тағам. Ас болсын!